Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 17 наурыз күніне болжам. Бүгінгі күннің энергиясы сәл онша еместе ұрсып қалуға дейін бар оларыңыз мүмкін. Өйткені осы айда үлкен сондай ұрыскер жұлдызы даже ажырасып кетуге апаратын жұлдыздар келіп тұр. Именно қызғанышқа қатысты. Сондықтан абай боламыз. Бүгінгі күннің өзінде сол сөзіңізге абай болыңыздар, эмоцияңызға абай боламыз. Әйеліңіз, күйеуіңіз және балдарыңызға артық мінездеріңізді көрсетпейміз. Ақылды болыңыздар. Бірақ білімге қатысты бір бастама жасайтын болсаңыздар, білімге қатысты нәрсенің барлығы бүгін супер. Енді 16-нан 17-не қараған түні қадір түні бір жағынан, және мына энергияны есептегенде сағат 1 мен 5-тің және 7 мен 9-дың аралығы өте тілектеуге, өте супер уақыт болып тұр. Тілектелеңіздер қадір түнде, ниеттеген дұғаларыңыздың барлығы қабыл болсын, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Және осы уақытты да пайдаланыңыздар. Енді бүгінгі күннің энергиясында бақыт құдайы северо-западта, ал байлық құдайы востоктан келіп тұр. Арқаларыңызды осы уақытқа қаратып, байлыққа қатысты, бақытқа қатысты тілек тілесеңіздер де болады. Жол жүруге онша емес, абайлап жүріңіздер, жаңа найм отсақ деп жатыр ғой, асығыс, үсігіс жағы бір проблема алып келеді. Осы асығыс болсаңыздар, ойланып барып істеңіздер тірліктеріңізді. Шаш қидыру онша емес бүгінгі күнде де, сол энергияңыз сәл төмендетіп жіберуі мүмкін. 21-не дейін негізі шаш қидыру онша емес. Енді бүгінгі күннің энергиясы бізде сәттілікті, байлыққа қатысты, денсаулыққа қатысты мынандай түстер, киімдер арқылы біз түстерді таңдап өзімізге тарта аламыз. Егер де денсаулыққа қатысты энергияны өзіңізге тартқың келсе, жақсы денсаулықты тілеймін деп көк түсті, қара түсті киімдер кисеңіздер болады. Ал сәттілікпен, байлыққа қызылмен күлгін фиолетовый түстер өте жақсы. Енді ары қарай прямой эфирде айтылған 17-сіне, 18-не сіздерге активация бердім, өте жақсы. Соны міндетті түрде жазсаңыздар, енді ұмытып кеткен болсаңыздар, қарамаған болсаңыздар, осының алдындағы прямой эфирді 17 күні сағат таңға 07:35-тен 09:35 аралықта западқа бір свеча, северо-востокқа бір свеча қойсаңыздар болады. Либо свеча қоя алмайын дейтін болсаңыздар, қызыл түсті лампа қойсаңыздар болады. Үйде мысық бар, либо балдар бар, свечаны қозғап қояды, мен үйде болмаймын ол уақытта дейтін болсаңыздар. Енді ары қарай болжам. Тышқан жылғы болсаңыз, немесе база картаңызды білсеңіз, база картаңызда тышқан бар болатын болса, немесе декабрь айында туылған болсаңыздар, бүгінгі күн сіздерге мамаларыңызбен сәл ұрсып қалуға баратындай жұлдыздар алып келуі мүмкін. Тышқандар артық сөйлемейміз, өйткені үндемей бір қойып қалатын мінездеріңізден сол мамаларыңыз ренжіп қалуы мүмкін, либо енелеріңіз ренжіп қалуы мүмкін, либо тәтелеріңіз. Өйткені как будто мамам сияқты дейтін адаммен сондай бір ренжісіп қалуы бар. Енді ерте қараңыздар, бауырда байлаймыз. Денсаулықта және бір жас бала, үлкен әйелді бір ренжіту бір мәселесі шығады, тышқандарды абайлаймыз. Енді сіздерге бұл күні неде жұмыске қатысты бір мәселе, үйге қатысты тірліктер көбеюі мүмкін, мамаңызға қатысты, үйге қатысты тірліктер деп айтып жатырмын. Және бүгін барынша еңбектеніңіздер, көз қорқақ қол батыр дейді. Біраз тірлікті бітіріп бастай аласыздар. Сиыр жылғы немесе барыс жылғы болсаңыздар, немесе январь айында туылсаңыз, немесе февраль айында туылсаңыздар, сіздерге өте күшті керемет активный болатын жұлдыздар келіп тұр. Егер де бүгін бөпе көтер алмай жүр едім дейтін болсаңыздар, бүгін барынша әдеміленіңіз, күйеуіңізбен бірге қыдырып қайтыңыздар. Сол бөпе көтеруге бүгінгі күн өте күшті. Және балдарға қатысты бір қыдырып қайтамын дейтін болсаңыздар, үйіңізге қонақ келе ма, либо балдармен бірге қыдырып қайтасыздар, әйтеуір қонаққа қатысты ақша шығуы мүмкін. Сондықтан бір жағынан әдемі болып тұрғаннан кейін, бір жағынан бөпе көтеруге жақсы жұлдыздар келіп тұрғаннан кейін күйеуіңізбен, либо әйеліңізбен қыдырып қайтыңыздар деп айтып жатырмын. Сондықтан сәттілік. Қояндар немесе март айында туылған болсаңыздар, бүгінгі күннің энергиясы 17 наурызға сіздерге бүгін әдемілікке қатысты көп ақша шығарып жіберме, либо қарызға кіріп қалма, ретпен алмаңыздар, және бүгін полностью чекап өтіңіздер. Әсіресе әйел адам қояндарға шамалы қиындау, өйткені полный чекап өтсеңіздер жақсы болар еді. Көкірегіңізге қатысты, бауырыңызға қатысты, мынау теріңізге қатысты деп көрсетеді. Сондықтан денсаулықты ең бірінші түрде сол денсаулықты абайлаймыз, әдемілікке қатысты, білімге қатысты бір мәселелер шығуы мүмкін. Бірақ әйтеуір осы ай сіздерге, сол қояндарға, главное алданып қалмаңыздар деп айтар едім. Күндеріңіз жақсы, өте сәтті өтсін. Ары қарай ұлу жылғы болсаңыз, немесе жылан жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылсаңыз, либо май айында туылған болсаңыздар, сіздерге арналады. База картаңызда ұлу немесе жылан бар болатын болса,
Бүгін сіздерге мамаларыңызға қатысты бір недвейдік жұмыске, үйге қатысты бір мәселелер шығуы мүмкін. Үйдегі үлкендердің денсаулығына қараңыз, көңілдерін сұрап звондайсыздар ма, барып қайтасыздар ма, және бір заңға қатысты документтерді абайла деп көрсетіп тұр. Штраф налог мәселесі шығуы мүмкін, либо соны төлейсіздер ма, және бүгінгі күн сіздерге ұлу жыландарға қарыз берме және қарыз алма, төлеуің де қиын болуы мүмкін, либо қарыз беретін болсаң алуың қиын болады деп көрсетеді. Қалталарыңызға тұз салбасаңыздар бүгін. Енді ары қарай жылқылар, жылқы болсаңыз немесе июнь айында туылған болсаңыздар, сіздерге бүгін 17 наурыз күні сіздерге жалқаулық, либо ешнәрсе істегім келмейді деуіңіз мүмкін. Бір жағынан отек, бір суға қатысты денеңізде абайлауыңыз керек, қуығыңызды, бүйрегіңізді ма, және жігіті проблеманы да абайлаңыздар деп көрсетеді. Және бүгін бір память ұмытшақ болып тұрмын бүгінгі күнде деуіңіз де мүмкін. Енді сіздерге ше бүгін негізі осы ай неде жұмыске жақсы, март, апрельдің 10-на дейін бір үй алу, үй сату деп жатыр ғой жылқыларға. Бірақ енді сіздерге бүгін қан тапсырыңыздар, либо темір кибасаңыздар, темір бүткіл сақина, цепочкаңызды, бүткіл темір не бар, соның барлығын кибаңыздар. Өйткені сіздерге бүгін сол дұрыс емес энергияны, денсаулыққа қатысты темір басады деп көрсетеді, либо қан тапсыру керек. Қой жылғы болсаңыз, немесе мешін жылғы болсаңыз, либо шілде айында туылған болсаңыз, либо август айында туылған болсаңыздар, бүгін нағыз ұрыс шығарма, айқайлама, жылама деп айтар едім сіздерге. Өйткені сондай бір ұрыс керістің жақсы күшті жұлдызы сіздерге келіп тұр. Сіздерге сол қарым-қатынаста абай болыңыз, сөзіңізге абай болыңыз, және бір тез бола қоймады деген энергияда жүріп тұр. Тез жасамадың, тез жағы бір затты ала қоймадым деген сияқты. Енді бүгінгі күнде ақшаны ойланып барып жұмса, ол керек па? Ол ақша шақырама шақырмай ма? Және сіздерге корректор ретінде қой мен мешіндерге қызыл киім киіп алыңыздар. Либо просто жаңағы активацияны жасасаңыздар, әсіресе свечамен қатысты. Тауықтар 17 наурызға сіздерге, либо тауық жылы болсаңыз, либо сентябрь айында туылған болсаңыздар, сіздерге бүгінгі күн бір тойма, жақсы жаңалық келе ма, қуанасыздар, ақша деп көрсетеді. Бірақ жалқаулықта келеді, еш нәрсе істегің келмейді деуде мүмкін. Бірақ бүгін барынша ежек болып жұмыс істейсіз, сол кезде көзге көрінесің, сол кезде ақша келеді. Дәл бүгін келмесе де кейін келуі мүмкін. Өйткені бүгінгі күн активный болсаң, жақсы атың шығады. Дәл бүгінгі болмаса да бір ақша келеді деп көрсетеді. Сондықтан жағы кемпір либо шалқы ұқсамай бүгін активный болыңыздар тауықтарға. Енді ары қарай ит жылғы болсаңыз, немесе доң жылғы болсаңыз, немесе октябрь айында туылсаңыз, немесе ноябрь айында туылған болсаңыздар, сіздерге 17 наурыз сіздерге бүгін негізі ақшалы күн деп көрсетеді. Ит жылғы, доң жылғыларға 17 наурыз күні өте ақшалы жыл, бірақ тағы минусымен келіп тұр ғой. Ақшалы күн, бірақ өсек сөз, әңгіме, либо сен айтпа, либо сен туралы айтуы мүмкін. Бір осы әңгіме сөз өте көп болады. Және бір әңгіме сөз, либо әңгіме сөзде бөлек болып жатыр. Мен еще балдарыма қызға жолама, либо жігітке жолама, қазір невыгодно күйеуге шығу, либо жаста үйлену невыгодно деп жатсыздар ма? Енді бір әлі жассың, үйленбе деген сияқты бір мәселе болуы мүмкін. Осындай бір әңгіме айтылып жатқан шығар, либо сізге айтып жатыр ма, либо сіз айтып жатсыздар ма? Бірақ бүгін өте жақсы ақшалы күн, әдемі көзге көрініп тұрсыздар. Енді жақсы энергияны алу үшін сіздерге бүгін қалталарыңызға тұз салмаңыздар, өзіңіз әңгіме айтпаңыз деп айтар едім. Және тағы не істеуге болады сіздерге? Осы ғана. Главное, ұмытшақтықта болуы мүмкін. Бүгін затты ұрлатып алудан, ұмытып кетуден абайлаймыз, мошенниктен абайлаңыздар қыздар сосын. Күндеріңіз өте жақсы сәтті өтсін. Активация топта уже васту сабақтар барлығы берілді қыздар. Нефритовый императорның болжамы берілді. Болжам жасау. Соны жасаңыздар. Өздеріңізге де болжам жасап үйреніңіздер. Күндеріңіз өте жақсы сәтті өтсін. Ал апрель айына уже активация топқа жай қосылып жатыр қыздар. 3800 теңге төлеп қосылыңыздар. Ол жақта да өте супер күшті сабақтар бар. Ол жақта отырып бастуға қосылам дейтін болсаңыздар, ол 3800-ге қосылуыңызға болады. Байынша басту сабақ 3800-ге ешкім бермейді. Сондықтан активация қосылыңыздар.